Финонченко топқа таласуда және Финонченко қазір бірге бір шығуға мүмкіндік бар. Қақпашы қайда жүр мына жерде және гол! Есеп 0-1 Игорь Зенкович, керемет гол! Тамаша гол, жеңіс біздікі, қадірменді ағайын, әзірге жеңіс біздікі. Бағана ғана айтқан болатынмын, Борисовтың өкілі БАТЭ сапында 5 маусым өнер көрсетіп, оны негізгі құрамға алмай қойған болатын бапкерлер. Горбунов қателесті мінекей. Өте керемет жағдай. Зенкович бос тұрған қақпаға дәл осылай соққы жасады да. Бүгінгі кездесудің қаһармандарының біріне айналды ағайын. Виктор Гончаренко, бүкіл Беларусь жанкүйерлері, ұялыңыздар. Қараңыздар Қазақстан футболының қандай екендігін. Сіздер Баварияны жеңсеңіздер, біз сіздер жеңдік ал. Шахтёр жарайсың. Игорь Зенкович жаңа ғана әріптесім айтып өткендей БАТЭ мектебінің түлегі негізгі құрамға ілікпегені рас, бірақ бір ойын ғана ойнаған екен.